Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевқа, Сыртқы істер министрлігіне, Біріккен ұлттар ұйымына, адам құқығын қорғау органдарындағы барлық басшыларға сәлеметсіздер ме? Мен Тұран Тілеубайқызы 2016 жылы 8 айдың 10-ы Қытай елінен қазақ еліне көшіп келген едік отбасымызбенен. Келгеннен кейін күйеуімнің анасы қайтыс болып Қытай еліне кеткен. Күйеуім Мүлік Қасенұлы 2016 жылы 12 айдың 23-і Қытай еліне кеткен. Барғаннан кейін жергілікті Қытайдың сақшылары күйеуімнің паспортын еш себепсіз тартып алып, күні бүгінге дейін жібермей отыр. Балам әкесін қатты сағынғандықтан 2018 жылы 3 қарашада Қытай менен Қазақстан ортасындағы еркін аймақтағы емсемес сауда базарына барғанымызда Қытай сақшылары мені зорлықты күшпенен қолымдағы паспортыма таласып, азаматтық куәлігіме таласып, қол телефоныма таласып, сол жерде біз ауыр соққыға ұшырадық. Қытай сақшылары бізді зорлықты күшпенен Қытай полицияларының машинесіне баспақшы болды. Мен о жерде қорыққанымнан, о жердегі барлық көріп тұрған халық бар, сол жерге қолыма паспортымды алып тұрып айғайладым. Мен Қазақстан Республикасының азаматымын. Мені ешкімнің, Қытай елінің мені зорлықты күшпенен машинесіне басып алып кетуіне ешкімнің құқығы жоқ деп сол жерде айғайладым. Сол кезде олар менің аузымды басып, қолымды артына қарай қайырып тұрып, машиненің ішінде итеріп лақтырып салды. Сол майданда 18 сақшы бізді қоршап алып, қалған 4 сақшы менімен жағаласумен болды. Бұл бір өте сұмдық жағдай, өздеріңіз ойлаңыздар. Мен баламды қорғау үшін, отбасымды қорғау үшін, өзімнің адамдық құқығымды қорғау үшін барлықтарыңыздан көмек сұрап отырмын. Сол жердегі барлық жағдайды сол майданда, сол кезде мен видеоға салып, барлық халыққа хабардар болсын деп ашық-ашкері жариялағанмын. Міне содан бастап 18 күн өтті, күйеуімнен ешқандай хабар ала алмай отырмын. Күйеуімнің өлі яки тірі екенін де білмеймін. Қытай сақшылары сол кезде күйеуім Мүлік Қасенұлы менен туған әпекем Күлбақыт Тілеубайқызы екеуін Қытай сақшыларының машинесіне басып, Қытай шекарасына қарай алып кеткен. Міне қазірге дейін ешқандай хабар жоқ. Мен не істерімді білмей отырмын. Келіп алғаннан кейін Сыртқы істер министрлігіне және де елбасына, Біріккен ұлттар ұйымына, адамдық құқығын қорғау органдарының барлығына арызымды, жазбаша арызымды және видео арызымды жолдадым. Басшылардың ешкімінен ешқандай көмектесу туралы, яғни болмаса осындай отбасы екіге бөлініп жатқан, қиыншылықта қалған отбасының жағдайларын қозастыру жағында ешқандай хабар ала алмай отырмын. Бұл екі ел ортасындағы үлкен бір жағдай. Сіздер ескеріңіздер. Бір қазақ емес, миллион қазақтың басына күн туып отыр. Айналайын халқым, айналайын елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы ата. Мен бір қазақтың қызы едім. Қазақстан еліне отаным деп оралып келген едім. Қытай елінде туып өсіп, сол жерде есейіп бер жеткенімді рас. Бірақ есімді біліп, етегімді жапқанымда қазақ елінің бар екенін, өз отанымның бар екенін білгенімде төбем көкке жеткендей қатты қуанған едім. Азаматтық құқығымды Қытай еліндегі 18 жасқа толғаннан бастап азаматтық құқыққа ие болғанымды білгеннен бастап өз отаным, өз елім, өз жерім деп Қазақстанға келуге асығып, Алланың бұйыртқан бір күнінде Қазақстан еліне оралған едім. Келгеннен кейін отбасым екіге бөлініп, ауыр қиыншылық жағдайда отырмын. Күйеуім Мүлік Қасенұлы Қытай азаматы. Бірақ Қытай азаматы болған күнде де біздің некелі, заңды түрдегі некелі куәліктеріміз де бар. Оны алдыңғы жолы өздеріңізге де толық ашық-ашкер айтқан. Міне бұл біздің заңды түрдегі неке куәлігіміз. Ал мынау менің күйеуімнің азамат, осы Қытай еліндегі паспортының аудармасы. Мүлік Қасенұлының. Мынау менің күйеуім Мүлік Қасенұлы. Фукан қаласы
Ақыннара қыстағынан. Міне күні бүгінге дейін ешқандай хабар ала алмай, өздеріңізге жалғасты осы видео арызымды жолдап отырмын. Отбасы екіге бөлініп, етегі толып еңіреп, тірі жесір, тірі жетім болып отырған 100 мыңдаған отбасы бар. Бұл сұмдық жағдай. Ата жұрт еріктілеріндегі ағаларымның арқасында қарармандай қалқыма қайғымды сіздерменен бөлісіп, өздеріңізбенен мұңымды бөлісіп отырған жайым бар. Иә, бұл кімнің басына туса дағы оңай болып отырған жағдай емес. Иә, сол кезде, сол майданда менің ұлым Отанбек Мүлікұлы сол мәшинеге лақтырылғаннан кейін баламның беліне зақым болған. Міне Алматы қалалық бірінші дағдырхананың шығарып берген диагноз қағаздары қолымда. Балам міне сол күннен бастап сол дағдырханаға қаралу үстінде. Күні бүгінге дейін мектепке бара алған жоқ. Сіздерден сұрайтыным, елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы атамыз және Сыртқы істер министрлігі Біріккен ұлттар ұйымындағы адам құқығын қорғау органдарындағы барлық басшылар біздің адамдық құқығымызды қорғап, отбасымыздың екіге бөлініп, еңіреп жылап отырған отбасыларын елеп ескеріп, өзіміздің көрші еліміз Қытай еліне бізден нота жолдауларыңызды тілеймін. Және сіздерден өтініп сұраймын.